Жалпы отбасы деген не болот? Бірінші айтып кетейікші, Мейрамбектің жасы 21-де. Бізді хайуаннан ажыратып тұрған нәрсе, мынау 3 мақсат болу керек. Қыз жігіт болып жүрген жоқпын. Жүрген жоқсың. Мүлде. Бойдақтың дүниесінде ешқашан береке болмайды. Үйленгеннен кейін байып кетті деген әңгімелер негіз түбі бар ғой. Ақшаға тіреп қоюға болмайды бұл нәрсе. Көшеде кетіп барады, бүйтіп түрін көрмей біреу бүйтіп үйленіп кеткендер ол жоқ. 10 жыл жүрсе де қыз бен жігіт бір-біріне жасанды мінез көрсетеді. Енді неге ажырасып кетіп жатыр олар? Танымады ма бір-бірін? Әлем бойынша екінші орындамыз ажырасудан. Классикалық ажырасудың түрін жасап жатыр. Махаббат деген ешқашан бір орында тұрмайтын құбылыс. Мына мен менсінбей қалады-ау деген қорқыныш болып қалды да. Ақылды үйленем дегенше ақымақ балалы бол. Мынау ключевой момент. 3 рет жолықтық. 3 рет кездесіп ала салу деген соқыр не бірдеңке деген бәрі өтірік әңгіме. Әйелінің алдында қандай адамсың, Алланың алдында сондай адам. Шәкәрім неге шықпай жатыр? Төле бикелерді таңдай алмай жатыр.